Hi guys, how are you? Welcome back to my channel. Ағылшын бастауыш сынып атты каналыма қош келдіңіздер. Today, I'm gonna talk about the letter D. Бүгінгі сабақта D әріпі туралы өтетін боламыз. D is the fourth letter in the alphabet. A, B, C, D. D әріпі ағылшын алфавитіндегі төртінші әріп. This is a capital D. Бұл D әріпінің бас әріпі. And this is a lowercase d. Және бұл D әріпінің кішкентай белгісі. D makes a sound D. Like dinosaur. D әріпі D болып оқылады. Dinosaur starts with the letter D. Динозавр D әрпінен басталады. Or Daisy. Daisy starts with the letter D too. Немесе түймедақ. Түймедақ дегеніміз гүлдің бір түрі. Немесе Daisy да D әрпінен басталады. Do you know what else starts with the letter D? D әрпінен басталатын тағы қандай сөздерді білесіз? Dog. Dog starts with the letter D. This is my dog, Brown. Say, hi, Brown. Hi, Brown. Бұл менің итім, Brown. Hi, Brown. Деп айтыңызшы, қане. Hi, Brown. Roof. Dogs like to dig in the dirt. Well, not Brown, of course. He likes to stay clean. But most dogs like to dig in the dirt. Иттер балшық жерді қазғанды жақсы көреді. Бірақ менің итім Браун емес, әрине. Ол таза жүрген жақсы көреді. Бірақ иттердің көпшілігі балшық жерді қазғанды жақсы көреді. And that sentence has 3 D's in it. Dog, dig, dirt. Және бұл сөйлемде 3 D әріпін кездестіріп тұрмыз. Dog, dig, және dirt. Now, repeat after me. Dress. Көйлек. Desk. Парта. Doll. Қуыршақ. Қуыршақтарыңыз бар ма? Door. Есік. Dad. Әке. Dolphin. Now let's play a game. Қазір ойын ойнайық. Here 4 pictures. Can you guess which one starts with the letter D? Қазір сіздерге 4 сурет көрсетіледі. Соның қайсысы D әріпінен басталатынын тауып көріңіз. Келістік бе? Okay, let's start. Мұқият тыңдап отырыңыздар. Apple. Balloon. Cake. Donut. Apple. No, that's not a D. Бұл D әріпі емес. Balloon. No, that doesn't start with a D. Шар, яғни balloon сөзі де B әріпінен басталып тұрған жоқ.
or cake. K. No, that's not a D. Or donut. D. Donut. Yes, donut starts with a letter D. Yeah. Тоқаш, яғни donut сөзі D әрпінен басталып тұр. Now, let's read. Қане оқимыз. D says D. D says D. Dancing dragon. D. D әріпі D дейді. D әріпі D дейді. Билеп жатырған айдаһар D. Next, my dog. Менің итім. I have a dog. Менің итім бар. My dog is a happy dog. My dog can run and jump. Менің итім can run. Жүгіре алады and jump. Және секіре алады. My dog is brown. Менің итім қоңыр. Яғни менің итімнің түсі қоңыр. I love my dog. I love. Мен жақсы көремін. My dog. Итімді. Мен итімді жақсы көремін. Now, let's review. Қане, кері қайталайық. What letter is this? Бүгін қандай әріпті өттік? Бұл қандай әріп? Yes, D. Now listen. D. Dinosaur. What's the beginning sound? Dinosaur, яғни динозавр сөзі қандай дыбыстан бастап тұр? Yes, D. Яғни dinosaur сөзі D дыбысынан басталып тұр. D әріпі D болып оқылады, дыбысталады. Үй тапсырмасын ала қойыңыздар, дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. D әріпі D болып дыбысталады, оқылады және сөздіктерді жаттаймыз. Thanks for learning about the letter D with me. If you like this video, please subscribe to my channel and bye. D әріпін менімен бірге үйренгендеріңізге рахмет, және келесі сабақта C әріпін өтеміз. Сау болыңыздар.